Сәлем достар, қалайсыздар? Балаларды сабаққа, садикке жіберіп, өзім стоматологқа келдім. Сағат 9-да ашылады ғой, мен 8:30-да келіп алдым. Ертерек келіп, очередь ала берейін деп. Жабық тұр әлі. Сыртта жалғыз адам болып өзім күтіп тұрмын. Кішкене кешірек 9-дарға қарай келсең, уже адам көп болып кетеді. Стоматологтан шығып, көктем келді, носкилеріміздің барлығы ескіріп кеткен ғой, өстіп барып 40 штук носки алып келдім. Қызыма, өзіме, жолдасыма, балама, барлығымызға. Енді осы носки жаздың жартысына дейін жететін шығар деген үміттемін. Жетіп қалар, жетпесе тағаларымыз. Одан кейін Қытайдан, Пиндодадан заказ берген заттарым келіпті, соларды алдым. Үйге келе сразу аштым ғой, шыдамай. Мен сияқты шыдамсыздар бар ма? Басқа жұмыстарымыз толып тұрса да, бірінші осыны распаковка жасап ашып жатырмын. Мына жерде менде штатив, менде ютубта екінші каналым бар, мен сол жерде рецепт түсіремін. Штативімнің басы сынып қалған болатын, сонымен осы штативті заказ беріп көрдім, қалай болады екен деп. Вроде жақсы сияқты сапасы, енді рецепт түсіріп көреміз, ыңғайлы бола ма, қалай болады екен. Сонымен осы келесі менде зат, ол қазір хит болып жатқан магнитный орамалдар. Менде қалмайын деп 6 штук орамал заказ бергенмін. Сапасы жақсы сияқты. Бірақ та хлопок емес, вискоза деп жазылған, бірақ та мүлдем ажыратамайсыз, ұстап көрсеңіз, как будто хлопок сияқты. Міне осындай түстерінен заказ бергенмін. Біреулерге үйге келген кезде, қолдарына ұстатып жіберген кезде өте жақсы екен. Необычный, баста өте жақсы болып тұрады, удобный. Материалы да жақсы. Өте арзан бағаға алдым. Қазір сіздерге ашып көрсетемін. Бұл қандай, көбісі білмейді екен, бірақ та тиктокта осы орамалдар хит болып жатыр ғой. Қазір маған осы түсі ұнады. Қазір осы түсін алып, ашып, сіздерге киіп көрсетемін. Қандай түрлі қылып тағуға болатындарын, шарф қылып пайдаланса болады. Және де орамал, міне осы орамалдың екі шеті магнитный, жабысады бір-біріне. Қазір міне орамал осылай үшбұрыштап, былайынан пальто бір нәрсе киген кезде осылай тағып алсаңыздар да болады. Одан кейін барып, мойындарыңызға шарф қылып, өздеріңіздің фантазияларыңызға орай бірнеше варианттары бар. Мен тек осы видеода сіздерге 2-3 ғана көрсетіп жатырмын. Міне осылай мойындарыңызға тақсаңыздар да болады. Одан кейін обычно осылай бастарыңызға тоже тартсаңыздар болады. Мен өзім негізі орамал таға алмайтын адамдардың қатарынамын. Басымда орамал мүлдем тұрмайды, жылжып кете береді, түсіп кете береді. Ал мына орамал сондай күшті екен.